92 Royal Petrol май құю бекетіне кеп тұрмын. Ошадан машина ошадан құямын, жаңағы жанар майды да. Өткенде ғана 300 теңге еді. Бүгін келсем 310 теңге болып қапты. Өткенде президенттің ойбай бензинді қымбаттатпаңдар деген 92-ні 2 теңге төмендетіп қойды. 240 біледі. Мұнаны 310 теңге қойды. Сонда бұл қалай болған ағайындар? Оған кім жауап береді өзі? Үкімет басшысы қайда қарап отыр? Мейлі президент барлығына президент жауап бере алмайды ғой. Президент одан мың сан жұмыстары бар шығар. Көріп отырсыздар қазір. Оны істейтін отқан үкімет басшысы, министрліктер бар, депутаттар бар, мысалы заң шығарып. Оны қадағалаушы прокуратура деген орган бар. Енді прокуратура келіп, ұлттық қауіпсіздік комитеті келіп, осы 5-6 елдің мұңын-мұңдаған, жоғын-жоқтаған азаматтарды қудалай бергенше, осылар қудаламайды ма екен? Мұна 1,5 миллиард халқы бар Қытайда, бізден азан екен бензинді, мысалы үшін. Осының біздің бензиніміздің, мұнайымыздың барлығы дерлік осы Қытайға кетіп жатыр. Ақтөбе мұнай газ, Қызылорданың 80-90%-ын Қытайлардың қолында тұр. Бұл қашанға шейін жалғасар екен бұл нәрсе? Ел президенті болса да президенттің екі құлағы тас естіпейді, екі көзі көр керінбейді. Осы Тоқаевқа пәленбай деп, ойбай Тоқаевқа үндеу жасап жатамыз, халықта жаңағы қатындарда, бала-шағада өлгені бар, тірілгені бар. Мына 112 деп қойыпты газды. Газ 50 деп 2022 жылы қаншадан қанша бозақтарымыз қырылып кеткен жоқ па? Маңғыстаудан басталып, осы Алматыңызда қаншадан қанша халық қырылып кетті ғой. Сонда сендерге адамның өлігінен көрі 500 теңге істеген жұмыс артық па? Мына жаңағы Бектенов дегенді алып кеп қойып еді. Ойбай қатыратты. Бұл біз қатырған ештеңе көріп отқанымыз жоқ. Шымшық сойса да қасап сойдың деген қазақта сөз бар. Ағайын. Бұл же антикорда істептіміз. Антикордың кім істегенін көрдік қой. Кеше қожам жарымыңыз ойбай қатырып еді. Қазір енді ол істі болып Ресейге қашып кетті. Жеп, жаңа антикор. Бір тауық ұрлағанды, 2 жұмыртқа ұрлағанда бар қамады, ойбай антикор болып. Онадай үлкен жаңағы алпауыттармен бірге қосылып жеп қашып кетті. Бұл қашанға шейін жалғасар екен бұл? Бұның шегі бар ма, жоқ па мынау? Біздің өзіміздің Атыраудың өзі араб әмірліктерінен 90 миллион баррель мұнай өндіреді екен. Атыраудың өзі, басқа Ақтау, Қызылорда, басқа жерлер қоспағанның өзінде бір Атыраудың өзі араб әмірліктерінен артық болып тұр. Сонда олан келген ақшалар қайда кетіп жатыр? Бізге экономистердің менің өзім қотыр есебім бойынша бізде 80 теңгеден аспау керек. 100 теңгеге жетпеу керек. 95-іңіздің өзі дизельный топливо дейді, 335 теңге болып тұр. Кезінде Кеңес одағының кезінде соляркин адамдар төгіп тастайтын жерге. Мені көріп отырсыздар. Қылдай қымбатшылық болып отыр. Бұл не деген сөз? Бұның арқасында кім тұр? Бұл мемлекеттің бәрін, халықтың бәрін тыр жалаңаш қылып, Қытай мен Орысқа шығарып, бәрін соларға беру ме? Не нәрсе бұның арқасында? Бұған кім жауап бере алады? Қаншадан қанша экономистер бар, қаншадан қанша министрлер отыр, депутаттар отыр мысалы үшін. Неге жауап бермейді бұған? Тек қана қымбаттау НДС-ті көтеремін деп жаңа мынау келгеннен соңға қолына алып шықты жаңа мынау Бектенов деген. Айналайын қолынан кемесі қоймай ма? Ананы алып мына жерге қояды, мынаны алып мына жерге қояды. Бұл қалай болады екен ағайындар? Оған бір адам аузын ашпайды. Қайда біздің зиялы қауымдарымыз қайда? Зиялы қауым зиянды қауым болды. Мынау ақсақалдардың бәрі боқсақал болды. Абыздарымыз қобыз болды, қоңыз болды. Бұл қалай болады ағайындар? Бір адам аузын ашпайды. Біз сияқты аузын ашқандарды апарып қамайды, жала жауып. Жала жауып қамаса қамар, қайтеміз, тағдырдан көреміз. Басыма түскен іс болса көремін мен. Кеше Кеңес одағында ойбай жаңа кім еді анау? Голощекин қырды, ойбай Сталин қырды дедік. Енді қазір кім қырып жатыр? Қазақстан. Мемлекет дербес мемлекет болдық деп тақиямызды аспанға атып ек, тақиямыз қайтып қолымызға түспей қалды ғой масқара болып. Бұл не деген нәрсе мынау? Бұл қашанға шейін жалғасады? Мұнан жеткізіңдер. Президент білмей атқан шығар бәлкім. Білмейміз бе? Президент біле ме, білмеймін. Үкімет басшысы көріп отқан шығар. Ат төбелінде азғантай адамдар жиналып алып халықты қорлап жатсыңдар сендер. Бұның арты жақсы болмайды мынау. Мұнан тоқтатыңдар сендер. Бензинді де
салякты төмендетіңдер. Халықтың күн көру деңгейі күннен күнге барады. Қазір халық рет, каспий ретпен күн көріп жатыр. Сонымен ақша, сонымен тамақ жеп жатыр халық. Мынаған өз ойларыңызды жазыңдар ағайындар. Тарқатуына атсалысыңыздар. Бұл жалғыз мен үшін емес, бүкіл қазақ үшін керек нәрсе. Қазақстан үшін керек нәрсе. Қазіргі таңда мынау барлық мұнайларымызды, кен орындарымыздың барын Қытайға беріп жатыр. Кеше анау Берікуәли деген айтып жатыр. Ойбай Қытайларға жәрдем беріңдер дейді. Неде жәрдем беруіміз керек біз оған? Қойнымызға қатынымызды беруіміз керек па? Жоқ, қызымызды беруіміз керек па? Сен не деп отырсың, сен Уәли? А? Сен не деп самғап отырсың? Сен журналистсің, сен ешқандай әкім болатын орның жоқ сен ол жерде. Сен экономикадан мұрныңа есі бармаса, сен қалай әкім болып отырсың ол жерде? Тек қана сенің ойыңда бір-ақ нәрсе. Жаңа не дейді? Инвестиция. Одан қасы экономик, ақша түбіңге жететін шығар сенің бәрің. Мына тоқтатсын, талап етеміз біз. Аман болыңыздар. Құрметпен қоғам белсенісі желтоқсаншы Құдай шүкір Абдулла. Не деген масқарагершілік?